жол көрсетіп, тез айнала бастайды. Ал дуа мына құрылғыдағы Азазілдің күшін қауіпсіз жерге ауыстыруға көмектеседі. Өзім де соны айтайын деп тұрған едім. Ал дуа мына құрылғыдағы Азазілдің күшін қауіпсіз жерге ауыстыруға көмектеседі. Дәл солай. Сонда бұл сенің Азазілдермен күресуге арналған негізгі қаруың ба? Солай ма? Соңғы батыр ойынның жаңа маусымында екі жанұя Полинезиялық Бора-Бора аралында моральдық және физикалық шыдамдықтың сынағынан өту үшін кездеседі. Күшті және тату болып шыққан жанұя тиісті жүлделерін екі көлікпен үй кино театрын ұтып алып кетеді. Келіңіздер, сіздерде қатысуларыңызға болады. Мәссаған! Кешірім тәңірі фигурасына қол жеткізген адам жеңімпаз болады. Ішінде Азазілдің күші бар бірінші зат осы. Иә. Джеки Чанның басынан кешкендері. Су Азазілінің күші активтендірілді. Бұл не? Сутени? Бұл асқабықтан жасалған ыдыс. Бұл бір кездері Су Азазілін жеңуге көмектескен болатын. Қазір оны теледидардан көрсетіп жатыр. Біз онда Драгодан бұрын баруымыз керек. Аралға барамыз. Мына ойынға қатысамыз. Охо, алақай. Біз онда жарысуға бармаймыз, Джейд. Сен Торумен бірге үйде қаласың. Бірақ Джеки ағай, мен соңғы батырдың барлық серияларын көрдім ғой. Сен мен алып кетуің керек. Джейд. Білем. Үнемі бір нәрсені қайталай бересің. Қыңқылдай бермеш. Жігіттер, уақыт болса өтіп жатыр. Ештеңе іске аспай жатыр. Менің бойтұмарым. Әлгі қалай еді? Бейтса. Рацо, Фин, Чоу. Иә. Дұрыс, жұмыстан қуылған екен ғой. Адыстан көзіңді алма. Ешкімнің көзіне түспеуге тырыс. Ой, ағаң үшін ауыр. Ей, Джеки! Джейд, мұнда не істеп жүрсің? Солмақты бол. Ой, кешір, Джеки. Бері қара, Джейд, біз мұнда ойнау үшін келген жоқпыз дедім ғой. Сенші? Әрине, сіздер мұнда жеңу үшін келдіңіздер. Джонни Чангпысыз? Мен продюсер Рикки Ротманмын. Танысқаныма өте қуаныштымын, тағы біраз сөйлесер едім, бірақ сіздер 2 сағатқа кешігіп келдіңіздер. Бірақ біз... Мұнда құрметке лайық емеспіз. Қарапайым екенсіздер. Өте жақсы, бастаймыз ендеше. Сіздер қате жіберіп тұрсыздар. Біз сіздерге жарамаймыз. Қандай қарапайым адам едіңіздер. Бұл менікі. Кейін қайтарып берем. Жоқ, қайтарып беріңіз. 3, 2, 1. Соңғы батыр ойынына қош келдіңіздер. Командаларға қошемет көрсетейік. Германиядан келген Дюссельдорфтар жанұясы және Пекин қаласынан келген Чангтар, Қытай. Детекторымды тез арада қайтарып бергендеріңді қалаймын. Бірақ біздің жүлдемізді жеңіп алып, соңғы батыр ойынның жеңімпаз атағына ие болу үшін командалар мұнаны алулары керек. Мұнаны. Я, кешірім құдайының фигурасы. Сайыста жеңген жанұя мұна фигураға қол жеткізіп, аралда тағы бір күн қалуы мүмкіндігіне ие болады.
Жеңілген жағдайда жанұя мүшелерінің қайсының аралдан кететінін кешкі дауыс беруден кейін сіздер шешесіздер. Тамаша, мен дайынмын. Және естеріңде болсын, жеңіске қол жеткізу үшін жанұяның әрбір мүшесі төменге құлап түспей, таяқпен жүріп өтуі керек. Чаңықтар жанұясы, алдымен сіздер. Біз фигураны қолымызға алуымыз керек. Ойнауға уақытымыз жоқ. Бізге оны жеңсек қана береді. Ал енді іске кіріс. Дәуге көзден лақтыш. Жүрсеңші, Тору, жетіп қалдым. Бұл сенің қолыңнан келеді. Ойын осымен бітті, тау адамы. Тору! Бұл өте жаман. Бұл сайыста Дюсселдорфтар жеңіске жетті. Алақай! Ал чаңықтар жанұясын бүгін кешке аралдан қайсының кететінін таңдау салтанатынан күтеміз. Кешіріңіз, дос. Тору, бері қара. Сен мені жазба, ал мен сен жазбайым. Нені айтып тұрсың? Өзара көмекті айтып тұрмын. Егер біз бір-бірімізге сүйеніш болсақ, аралда қалуға мүмкіндігіміз бар. Джейд. Не болды? Бұл жай ғана сөйлесіп келе жатырмыз ғой. Джеки, қара күштер бірін-бірі тартады, сондықтан Драго жақын арада осында келеді. Сол себепті біз фигураны қолымызға түсіріп, ағамның детекторын алып бұл аралдан кетуіміз керек. Дереу. Рыштал, олар үйлерінде емес. Джейд, үйімізге қайтып бар. Джеки, екі сөз. Үй және кинотеатр. Қанша рет айтуым керек. Біз ойынды емес, істі ойлауға тиіспіз. Істі. Қойсаңшы, менің миым мен сенің бұлшықеттерің тұрғанда біз Дюсселдорфтарды жеңеміз. Барлық жүлделерді ұтып аламыз да фигураға қол жеткіземіз. Тыныш. Егер біреудің келе жатқанын көріп қалсаң, маған айт. Сұмдық. Екі рөлді жақсы көрем. Джеки! Көп қозғала берме. Бұл оның ашуына тиеді. Қандай кездесу, Дюсселдорфтар. Арал кішкентай ғой, солай емес пе? Мен сізді түсінбеймін. Бер қара. Бер қараңыздар. Сіздердің тамақ салынған жәшіктеріңіздің қасынан қабан көргенімді білулеріңіз керек. Ол сіздердің шницельдеріңізді ұрлап әкеткен сияқты. Шницель. Сөйтіп бұталардың арасына қашып кетті. Шницельдерді іздейік. Джеки, олар кетіп қалды. Жақсы екен. Бос мәселе, олар қайтып келді. Мүмкін біз дұрыс демей тұрған шығармыз. Мыналармен сөйлесе фигураны сұрап көрсе қайтеді. Бұлардың зерделі адамдар екендеріне сенімдімін. Қайырлы күн, Дюсселдорфтар. Мен сіздермен сөйлесуім керек. Бұған сену қиын екенін білемін, бірақ кешірім құдайының фигурасында су әзәзілінің қуаты бар. Жерді зұлым күштерден қорғау үшін оны шығармау керек. Егер пұтты маған берсеңіз, ағам дәрі әзірлейді, сөйтіп біз әзәзілді зиянсыздандырамыз. Сонда бәрі керемет жақсы болады. Талпынысың жаман емес. Біз мұнда дауыс беру үшін жиналдық. Бұл рәсім өте қарапайым. Сендердің көпшіліктерің кімге дауыс берсеңдер, сол адам аралдан дереу кетеді. Бастайық. Саған ешқандай қарсылығым жоқ. Мен алтындым. Джейд, біз келісіп едік қой.
Men ketуге dayın emasman. Кешіріңіз, бұл қағида. Менің жеке меншігіме не болады? Оны сізге салып жібереміз. Заттарыңызды бір аптадан кейін аласыз. Немесе 6 аптадан кейін. Ай. Мен тікұшақпен ұшпаймын. Мен мыналарға мүлде сенбеймін. Сенбеймін. Сізге уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл қауіпсіз, мүлде қауіпсіз. Жоқ, мен ұшпаймын. Көріп тұрсыз ғой, менің қанатым жоқ. Жарайды, жақсы. Өтінем, тынышталыңыз. Бүгін осында түнеуіңізге болады. Солай. Ал ертең таңертең азық-түлік тасымалдайтын қайық келеді. Сол сізді құрлыққа апарады. Осылай дұрыс па? Так лучше. Сізді алып кетуге таңертең келем. Жарай ма? Жарайды, жетім бірден әкеліңізші. Кеме жайға 10 минуттан кейін жетеді. Бора-бора аралына жасаған түнгі саяхаттарыңыз сіздерге ұнайтын шығар деп үміттенеміз. Кемеге кешікпеулеріңізді сұраймыз. Бұл ретте мен Азазылдың қуатына қол жеткізем. Сонымен, жаңа күн және жеңіске жетудің жаңа мүмкіндіктері жарысуға дайынсыңдар ма? Жанұяның әрбір мүшесі жеңу үшін тәрелкедегі тамақтың қашуына жол бермей, бәрін жеп қою керек. Сонымен, дайындалыңыздар. Бұл ретте жеңіп, фигураны қолға түсіруіміз керек. Мұны маған айтпа, Торуға айт. Игино театры мен саған бара жатырмын. Тебе. Жоқ, тек қайық емес, теңізден ауырып қаламын. Жүрегім айниды. Ештеңені уайымдаудың қажеті жоқ. Тек көкжиекке қарап отырасыз. Сонда бәрі жақсы болады. Тынышталыңыз. Мүлігімді қайтарып беріңіз. Ол орындықтың астында жүре бер, Фрэнк. Қанекей. Ешбір команда таңғы астарын бітіріп жей алмағандықтан, сендерге қосымша тапсырма беріледі. Физикалық күш пен төзімділікті соңғы рет сынау. Енді байқаңдар. Орындарға тұрыңдар. Дайындалыңдар. Бастадық.
қателестім. Тоқтай тұр, мен жеңдім. Ыстық. Бұл жақсы емес. Болғам, мұнда не болып жатыр? Сценарийімде мұндай жоқ еді ғой. Су, барлық жерде су. Барлығы менің билігімде. Бізге ағам керек, Тору. Жетеге оны табыңдар. Мен әзірге Драгомен қалам. Жаман емес, Драго досым. Егер менің ойымды білгің келсе, сенің миың әлі піспеген. Сын естігенде енді ешкім жақсы көрмейді. Заралда жоқ. Міне, мен де келіп қалдым. Ұстаз. Таңғаларлық спецэффекттер. Спецэффекттер? Мұны қалай істейтіндеріңді білмеймін, жігіттер. Бұл телевизиялық сиқыр секілді нәрсе. Солай десек те болады. Бірақ цунамидің болатынын маған ешкім ескерткен жоқ. Сен жай ғана жүргізушісің, білуге міндетті емессің. Үй кинотеатры, сен меніксің. Шаңқтар жанұясы ойыннан шығады. Не дейсіз? Сіздердің жанұяларыңыздың қолға мүшесі аралға қайтып келді. Дүйселдовтар жанұясы жеңіске жетті. Алақай! Саған не керек, мені табалағың келіп тұрма? Саған жазып тұрсам бола ма? Қарсы емеспін. Джейд, үн жырған түспесін. Есесіне біз Азазілді жеңдік. Бірақ бұл үй кинотеатрының орнын баса алмайды ғой. Ұстаз, Драгодан от Азазілінің де күшін неге тартып алмадың? Ол күш Драгоның ішінде терең орналасқан, сондықтан оған анағұрлым қуатты сиқыр қажет. Иә. Айтпақшы, ол қайда кетіп қалды? Маған айтшы, бала болғанның несі жақсы? Балалар, кейде балаларға қарап тұрып, олардың не туралы ойлайтындарын білгім келеді. Оларға көліктің, үйдің ақысын, несие төлеудің қажеті жоқ. Кейде мен артыма қайтып, бала болғым келеді. Ертеңгі күнді не істеу керегін ойламай жүргім келеді. Уайым қайғысыз адамды мез ететін мәселелерді ойламай жүріп, өмір сүргім келеді. Сондықтан бала болғанның сонысы жақсы. Бала болда ләззат ал. Иә. Фильмді дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.